Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум, құрметті ханымдар. Келесі моделированияны осы кішкентай қағазбен жасап көрсетемін. Мен осы схема болатын біздің пиджактарды қалай моделировать етуге болатынын көрсетемін. Мына үлкен қағазда көрсетуге болатын еді, бірақ мен сіздерге нақшада көрсетемін. Қырқып аламын қазір өзіме. Қырқып алдым. Алдыңғы бөлік және артқы бөліктерді осыны модельдейміз. Кез келген пиджакты тігетін болсақ, бір тігісті жең, кәдімгі жеңді қолданамыз. Дәл осылай қырқып аласыздар, пиджакқа припусктар 3-3,5 қосасыздар. Мына жерде бір ғана қосылған. Осыған 3-3,5 матаңыздың плотностьіне қарай и астарына қарай 3-3,5 қоса беріңіз. Егер артық болып жатса, кішірейтуге оңай, жетпей қалса, оны қосу қиын. Дәл осылай пішіп аласыздар. Астыңғы жағына 4 см қосасыздар ұзындығына. Ал мына жерлеріне 3 қоспайсыздар, бұл жеріне 1,5 см қоса бересіздер. Себебі бұл головка жеңге, қолтық ойындысына тігіледі. Жеңімен бәрі түсінікті деп ойлаймын. 3/4 жасайтын болсаңыз, тоже мына жерден өлшейсіздер, мына басынан, головкасынан. И былай, мысалға жеңнің стандарт ұзындығы 60 болатын болса, сіз мысалы 55 қыласыз ба, 50 қыласыз ба, осы жерден осылай қырқып алыпсыздар, кішірейте бересіздер. Енді алдыңғы бөлікке келеміз. Мысалға бізде мынандай пиджактар бар, иықтан түскен тігіс. Ол кезде дәл осы күйінде міне, дәл осылай бүйтіп қырқып аламыз. Притальный болсын десеңіздер, осы жерінен қырқып аласыздар. Ал егер мына жерден тігіс түседі ғой, вот осы жерден тігіп аламын десеңіздер, осы жерден түсетін тігіс болсын десеңіздер, мынау қолтық ойындысын ровно екіге бөлсеңіз болады, немесе на глаз, например, мына жерден басталсын деген сияқты, осылай өзіңізге бүйтіп әдемілеп овальный етіп сызып аласыз да, и осы жерден былай қырқасыз. Бірінші вариантын көрсетейін, мына жерден қырқайық, сонда бізде иықтан түскен шов болады. Артқы бөлігі дәл солай. Мына специально осы жерден не жасалған выточки, осы выточкидан төмен қарай түсіп, дәл осылай притальный болсын десеңіз, мына выточкидан осылай түсіресіздер. Вот сонда мына жерге де тігіс түсетін болса, түсіресіздер тігіс. Шеттеріне припуск 3-3,5 қоса бересіздер. Мына қолтық ойындысына 1,5, иыққа 1,5, мойынға 1,5. Мына жерден арқасынан тігіс түсін, жаңағы бүкірейген адамдар болса, белі жіңішке болатын болса, мына жерден тоже былай сәл ойынға выточки жасауға болады. Вот осылай. Бұны да мына жағынан бір қырқып аламыз. Сонда бізде матаға қойып пішкен кезде 1, 2 және мынау 3-4 бөлік болады. Қазір сіздерге мынаны көрсетейін. Дәл осы жерден қырқамыз. Мысалға маған притальный керек, мынау притальный керек. Қырқып алдым. Енді мына жердегі выточкеміздің қалып кеткен жерін қырқып алып тастаймыз. Бірінші осылай қағаздарыңызға модельдеп аласыздар да, потом уже неге істейсіздер, матаға пішесіздер. Мені көрдіңіздер ма? Осындай матаға өйстіп қойып, тігіске орындар қалдырып пішесіздер. Мына жердегі тігістерге орындары 1,5 см болады. Тек жанына қосасыздар ғой, егер кеңдеу болсын десеңіздер. Прям притык пиджак болсын десеңіздер, 2,5 қосасыздар. Потому что сызылған лекала бұл прям жабыс тұратын лекала. Созылатын маталарға дәл осылай 1,5 см қалдырып піше бересіздер. Ал егер пиджак болатын болса, 3-3,5 қосасыздар припусктарына. Енді артқы бөлігін қырқып көрсетейін. Осылай моделирование жасай бересіздер. Тоже выточкимен бойымен қырқып аламын. Притальный керек болса, и мына жерінен былай қырқып тастаймын. Енді мынаның мына жердегі кішкене несін аламын чуть-чуть. И выточкиді опять же қырқып алып тастаймын. Енді бізде артқы бөлік дәл алдыңғы бөлік сияқты болса, 2 бөлік болды. Матаға қоясыз, припусктарына 1,5 см қалдырасыз. 2 қалдыруға болады, плотный мата болса. Мына жерінен тігіс қалдыратын болсаңыз, тоже 1,5-2 см қалдырасыз. Пиджак пальто тігетін болсаңыздар 4-5 қалдыра бересіздер. Себебі пальто ол не істеп тұрады, кең болып тұрады. Себебі ішіне киім киеміз. Жеңпір деген. Міне осылай қойып пішесіздер. Сонда сіздер де қараңыздар. Мынау алдыңғы бөліктікі, мынау артқы бөліктікі. Осылай мына шықты. Осылай матаға қойып пішіп аласыздар. Припустары 1,5-2 немесе 3-3,5. Енді өзіңіздің пиджагыңыздың фасонына қарай жең. Осылай пішіп аласыздар. Осылай моделировать етесіздер. Пиджактың бір түрі.
Енді келесі вариантымыз біздің көбінесе мына жерден түсетін тігіс. Оны да былай сызамыз. Қараңыздар, мынау қолтық ойындысын ровно екіге бөліп алсақ болады. Мысалға, өзіңізге ұнаған фасонды магазиннен, базардан көріп, соны суретке түсіріп алып, мына жердегі тігіс қай жерден түскен біреулерге былай сәл жоғарыдан болады. Но в основном стандарт осы ойындыны екіге бөле салады. Мен мысалы метровкамен өлшеп, сосын екіге бөлсеңіз болады. Мен на глаз жасаймын, я примерно осы жерден түседі деп ойлаймын. Міне қараңыздар. И осы жерден былай мынау центрге, міне көкірек центріне осылай андай әдемі овал түрде былай түсірем. Міне қараңыздар, көрдіңіздер ма? Міне осылай әдемі овал болып түсу керек. Енді осы жеріне былай қырқамыз, сонда мынауымыз біз мынаған жабылады, мынауымыз осылай ашылады. Вот, көрдіңіздер ма? Осындай болды бізде. Осы мына жерге, как обычно, 1,5-2, матаңызға байланысты қосасыз. 1,5-2, 3 қоссаңыздар, көкірек центрі алыстап кетеді. 1,5-2 стандарт. Негізі 1,5 қосам мен өзім. Мына жердегі көкіректегі тігіске. Мынаны енді мына былай скотчтап қоямын. Сонда мені көрдіңіздер ма? Сіздерде осындай фасон шығады. Мына жерін бір-біріне стык етіп скотчтап қоямыз. И піскен кезде уже міне осындай бір вариант шықты. Артқы бөлігі дәл солай. Қырқып аламыз. Артқы бөлігін дәл солай. Мен жаңағы қырқанымды скотчтап, басынан сізге көрсетіп жатырмын. Артқы бөлігі дәл солай. Артқы бөлігі дәл солай алдыңғы сияқты. Мынау пройманы, қолтық ойындысын дәл ортасын тауып, осылай әкеліп вытачкаға қосатын боламыз. Мынандай өзі линейкалар болады ғой, сол линейкалармен былай қойып жасасаңыз болады. Мынау сызыққа, осылай әкелесіздер. Линейкамен жасап көрейін, можно на глаз жасап. Примерно мынау қолтық ойындысының дәл ортасы, мынау мен көзбен жасап жатырмын. Үлкен неге жасаған кезде, үлкен осындай лейкалаға жасаған кезде, мынаны өлшеп жасасаңыз болады, прям точно болсын десеңіз. Так на глаз жасай беруге болады. Осы жерін осылай, мынау сызыққа былай үзік сызықтармен қосам. Осындай болды. Осыны бүйтіп сәл былай овальный қылып мына жаққа шейін әкелуге болады. Артқы бөлігін бұлай қырықпасаңыздар да болады. Алдыңғы бөлігіміз, артқы бөлігіміз просто осындай, даже просто сплошной істесеңіздер де болады. Визуально, егер былай тігіс түсетін болса, визуально бұл әрине адамды арық етіп көрсетеді. Алдыңғы бойын осылай, мына жерінен түскен. Артқы бойын просто сплошной істей жасаңыз да болады. Уақыт экономдайды егер олай жасағыңыз келмесе. И мына. Вот. Мынау осылай шықты. Мынаны әрине жабамыз. Мынаны вытачкиді әрине жауып тігу керек. Немесе осы жерден тігіс түсетін болса, сіздерде, немесе сплошной, былай ешқандай не түсірмей, тек беліне вытачки түсіретін болсаңыз, немесе оверсайз пиджактар бар ғой қазір мода, вот солар тігетін болсаңыз, онда просто сплошной істейтін болсаңыз, мына примерка кезде мына иықты көріңіздер, мына жерден тікпейтін болсаңыз, мына жерден тура мына жерде мысалға қазір мына ашылып тұрғаны 1 или 1,5 сантиметр болса, соны мына жерден былай қырқылап тастайсыздар, мына жерден 1,5 сантиметр аласыздар былай қырқылап тастайсыз, сонда сізде иық үлкен болып тұрмайды. Примерка барысында көресіздер ғой. Мына жерден алып тастайсыздар, қырқып, сонда мынандай болады сіздің иығыңыз, сонда мынау екеуі. Мынау вытачки жабылып кетеді. Бұл жерге вытачки енді стандарт бойынша қатты маталарға пиджак тіккенде тігеді. Ал егер матаңыз жұмсақ болса, онда тігудің бұл жерге вытачки түсірудің қажеті жоқ, сосын бүкірейіп жүретін адамдар осы жерге түсіреді. Заводской пиджактарды байқасаңыздар, осы жерінде вытачкилар болады, и мужской пиджактар да болады. Міне алдыңғы бөлігі осы, мынау артқы бөлігі. Осылай матаңызға қойып пішіп аласыздар. Енді қыздар, сіздерге мен нені көрсетейін, матаға қалай қойып пішесіздер. Мысалға, мынау сіздің матаңыз, осыны екі бүктейсіз, екі бүктейді ол мата. Екі бүктелген. Мынау егер артқы бөлігі, мынау егер артынан мына жерге тігіс түсірмейтін болсаңыз, онда мынау бүктелген жағына қоясыз.
И былай қоясыздар. Міне ара қашықтығы бұлардың жаңағы 1,5 сантиметрге. Осылай болу керек. 1,5 сантиметр. Мына жерге тігізге 1,5 қалдырасыз, 1,5 қалдырасыз. Мына жерде енді 1 қалған, ал сіздер тағы 0,5 қосып қалдырасыздар. Бұл жерге 2-3 сантиметрдің қосудың қажеті жоқ, себебі көкіректің несі алыстап кетеді центрі. Міне осылай қоямыз. Ал алдыңғы бөлікте мынау просто қағаз болғаннан кейін мына жақта болады міне, иә? И былай қоясыздар. Мынау сыю керек негізі 50 размерге дейін бір ширинасы 1,5 болса матаңыздың сол 1,5-ға сыю керек 50 размерге дейін. Енді қараңыздар, алдыңғы пиджактың алдыңғы несін көрсетейін сіздерге. Міне мысалға мынау сіздің матаңыз, мынаны қойып тура былай қақламайсыздар, себебі бізге не істеу керек, жағасы былай жағасы бүйтіп тұру керек, иә, пиджактардың жағасы былай тұрады, иә. Ал мынау өзін ғана қайратын болсақ кішкентай болып қалады, еще тігіске кетеді, и сонымен вообще былай жатпайды, иә. Сондықтан мына жеріне не істейміз біз, мына матаның алды ашылатын болса мынандай шетіне қоямыз ғой, мына жерде кромкасы болады, кромкасын қақпап тастаңыздар міндетті түрде. И мынаны былай қоясыздар, қараңыздар. И пішкен кезде мысалға мына жерінен бір 5 сантиметрде, енді жағаңыздың қайыруына байланысты кейбір мода жағалар үлкен болып қайырады, иә, прям ұнайды адамдарға үлкен қайырған. А біреулерге просто классический бір 5 сантиметр ғана бүйтіп артымен қайырылып тұрады. Соған фасонына қарай жасаймыз. Мына жерде енді классический көрсетейін, бір 5 сантиметр қалдырдым матадан, и ликаланы осылай қойдым. Мына жерін бәрін дәл осылай сызып аласыздар, иә, қараңыздар. Матаны үстіне қойып, мына жерге примерно 5 сантиметр қалдырдым, иә. И мына жерінен осылай сызасыздар, иә, міне сабынмен, мелмен сызып аласыздар ғой енді, иә. Осылай сызып аласыздар пішіп жатқан кезде. И мына жерін тоже 5 сантиметр былай тіке істейсіздер. Егер тіке жаға болған болса, ал кейде былай сәл 2-3 сантиметр жоғары көтерсеңіз болады. И мына жерден бүйтіп келесіздер да, мынау көкірек тұсына дейін былай келіп, и мына жерден чтобы түймеленді бір 3 сантиметр қалдырсаңыз болады. Осылай 3 сантиметр, ал мына жағы 5 сантиметр. Қосасыздар фасонға қарай, иә. Міне матаға пішкен көрсететін. И пиджактың ұзындығы тоже самое. Қанша ұзындық жасайсыздар, сондай етіп. Міне қараңыздар, біздің мынау сызылғанымыз, мынау ликаламыз біздің мына жерде тұрды қазір. Мынаған мына жақ қосып тұрмыз. Міне көрдіңіздер ма? Егер воротнигіңіз мынандай бүйтіп көтерілген болып, сонда зеркально қаратын болсақ, мына жері мынандай болады. Өйстіп қайырылады. Ал просто классический болса мынау, ол кезде мына жерге бүйтіп қайырылады. Иә, осылай жасайсыздар. Міне пішкен кезде қырқып аламыз, иә, қараңыздар. Пиджактың астына өзіңіздің керек ұзындығыңыздан 4 сантиметр қойыңыз. Мына жерде барлығы тігіске қалдырғандай етіп қырықтым, иә, мен мысалға. Қазір осыны қырқып көрсетейін. Қараңыздар, еще айта кететін нәрсе, мына жер сәл тікелеу болуы мүмкін, немесе бүйтіп домалақтағы болып түсуі мүмкін. Ол да фасонға байланысты. Көбінесе тікелеу болып түседі классический костюмдарда. Мен қазір классический костюм жатыр. Мен өйстіп қырқып аламыз. Қазір айырмашылығын көреміз. Основной базовый ликаладан. Вот қырықтым, міне, иә, қараңыздар. И мынау воротник, міне, осылай болады, например. Екеуі міне, осылай зеркально. И міне, осылай болады сіздің пиджагыңыз, иә, мына жерден бүйтіп бір-біріне киіледі. Түймеленетін жері. Міне осылай модельдей бересіздер. Осындай болады пиджагыңыз. Міне қыздар, сонда сіз мынау бөлікті емес, иә, міне, бұл рубашка, кофталарға жарайды екен, мынау бөлікті қолданасыз сонда. Осылай пішіп аласыздар. Пиджак, классический пиджак. Мына бөлігін алып тастап, басқа қағазға осылай сызып аласыздар. И осымен пішесіздер. Сонымен классический пиджактың моделированиясы осындай.